بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Сабағымызды ілім оқыту кітабынан жалғастырамыз. 12-ші бапқа келдік. 12-ші негізге автор Хафизахулла айтады, 12-ші негіз дейді. Білім жолында жақсы жолдас таңдау дейді. Баптың мақсаты бауырлар өз айтып тұрғандай, яғни талибул илм, білім талап етуші білім жолында дұрыс жолдас таңдау керек. Яғни білім алып жүрген кезде достары, қасындағы айналасында адамдар, яғни дұрыс адамдар болу керек. Егер де жақсы дос таңдайтын кісі болатын болса, өзі де жақсы кісі, ал егер де әрдайым сондай жаман кісілер таңдап солармен бірге жүретін болса, тіпті өзін жақсы деп есептесе де, ол онда сондайлардан болады. Өз сондай болады, яғни. Сондықтан талиб, білім талап етуші айналасына қарау керек. Қандай кругта жүр, яғни. Мақсаты сол осы. Автордың осы бапты келтірудің мақсаты осыда. Автор айтады, адам табиғатынан қарым-қатынасқа мұқтаж дейді. Адамның, яғни, жаратылысында дос тұту міндетті түрде қажет нәрсе. Сондықтан да білім талап етуші ілімге жетуге және сол жолда ыждахаттық танытуға көмектесу үшін міндетті түрде өз секілді ілім ізденушілермен араласуға мұқтаж дейді. Адам табиғатынан сондай, өзімен өзі бола алмайды, біреулермен араласу керек. Егер ілім жолындағы достық пәле-зияннан аман болса, мақсатқа жету жолында өте пайдалы болып табылады дейді. Яғни ілім жолында достық тұту, дос болу, жолдас болу, білім жолында пайдалы амал болып табылады, егер де пәле-зияннан аман болатын болса. Пәле-зиян деген, яғни сондай жақсылыққа шақырып жамантан қайтармайтын болса деген сияқты. Ондай болмайтын болса, білім жолында достық тұту, дос болу қасында өте керемет жақсы болады. Яғни адам көп нәрсені үйренеді, дос болатын болса, араласады, бір-бірін дұрыстайды, яғни бір қателік істеп қоюы мүмкін. Адам баласы өзі жүріп бір нәрсені білім ала беретін болса, өзі жалғыз жүріп, ол яғни қателік сезбей қалады. Ешкім оның қатесін түземейтін болады. Бәрі дұрыс деп ойлап тұрады өзінікін. Сол себептен қасына дос болу керек, түзетіп тұратын, осындай бір қателігіне мән беріп тұратын деген сияқты, жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтаратын, насихат айтатын бір-біріне, сондай дос міндетті түрде керек болады. Автор айтады, ұлы дәрежені мақсат қылған адам үшін оған көмектесетін салиқалы жолдас таңдаудан жақсы нәрсе жоқ дейді. Өйткені досқа досы әсер етеді дейді. Яғни, егер де сен өзіңе жақсы дос таңдаған болсаң, араласатын адамдардың керемет жақсы тақуалы кісілер болатын болса, білімге қатты қызығатын, яғни одан да жақсы нәрсе жоқ дейді. Ең керемет нәрсе дейді. Өйткені досың қандай болады, сен сондай боласың. Әсер береді қатты. Саған үйретпейді бағана, сен мынандай бол, мынандай болма, бүйтпе, сөйтпе, яғни бір насихатты айтуы мүмкін, бірақ саған былай болма деген өзіне, соның қасында жүргеннің өзінде саған қатты әсер береді дейді. Абу Дауд пен Тирмизиде келген хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам адам досының дінінде сол себептен әрбірің кімді дос тұтқанын қарасын дегенді жеткізді дейді. Яғни хадис Абу Даудте келген және Тирмизиде келген. Шейхіміз осы кітапты шарттағанда шейх Солих аль-Усайми хадисті хасан деген, және біздің кезімізде шейх Альбани бұл хадисті хасан деген, Ан-Науави бұл хадистің иснадын сахих деген. Яғни не болса да хадис хасан әлде сахих. Адам досының дінде дейді. Яғни досы қандай, адам сондай болады. Сол себептен әрбірің кімді дос тұтқанын қарасын дейді. Яғни қарасын дейді, кімді дос тұтқанын. Яғни мүмкін емес сен өзің жақсы болып, жамандармен дос болуың. Міндетті түрде сен өзің қандайсың, дәл сондай кісілермен дос боласың. Міндетті түрде. Тақуа кісі, ол тақуалармен дос болады. Пасық кісі, ол пасықтармен дос болады. Әлде бірге жүреді. Яғни мысалшы, балықшы, балық аулайтындар, ол балық аулайтындармен жүреді. Бірге сөйтіп араласады, бірге дос болады. Әңгімелері бірге өткені. Толиптармен дос болады. Отырғандармен дос болады. Ғайбат айтатындармен дос болады. Көп сөйлейтіндермен дос болады. Яғни сондай ғой кісілер. Міндетті түрде біреумен дос болатын болса, арасында біріктіретін бір сипат болу керек. Екеуінде бір сондай біріктіретін, екеуін бір жинақтайтын міндетті түрде бір сипат болу керек.
мүмкін емес. Яғни екеуі бөлек адам болу. Мынау бір өмірге ренжіген кісі болатын болса, мынау да өмірге бір ренжіген кісі болады. Мынау үкіметті жамандайтын болса, мынау да міндетті түрде қасында үкіметті жамандайтын болады. Яғни міндетті түрде екеуі де бірдей болу керек, әлде бір сондай сипат болу керек, екеуін бірге жинақтайтын. Әйтпесе дос болу мүмкін емес, араласу мүмкін емес. Сондықтан осы хадистің бір шарықтарында айтады ғой, бір шарықтарында оқығам, есімде жоқ, қай шарық екен, сонда мынандай мысал келтіреді, сондай бір оқиға болған дейді. Бір көгершін қарғамен бірге ұшып жүр дейді. Көгершін қарға екеуі ажырамай ұшып жүр дейді, бірге екеуі. Соң кісілер таңғалған дейді, соған мына көгершін қарғамен қалай ұшып жүр, яғни мүмкін емес қой, көгершін қарғамен бірге ұшу деп. Кейін дұрыстап бақылап қараса, екеуінде аяқтары сынық екен. Екеуі де аяқтарын сындырып алған, көгершін өзінің аяғын сындырған екен, жазылған шығар, кейін білмеймін, қарға да аяғын сындырып алған екен. Яғни екеуі бір-бірін түсінеді, басқа ешкім түсінбейді оларды. Басқалар тастап кетуі мүмкін, қастарда мысалы. Сол екеуінде бір сипат бар екен, екеуі бір-біріне соны бірігетін. Сол себептен бірге ұшады екен әрдайым. Міндетті түрде екі адам бір-бірімен жүретін болса, міндетті түрде араларында бір сипат болу керек, біріктіретін. Сондықтан талибул илм егерде сондай иманы әлсіз, пасық, сондай кісілермен жүретін болса, міндетті түрде сол талибта сондай сипат болу керек. Егерде ол сақал қыратындармен жүретін болса, міндетті түрде сондай бір сақал өзі қырмаса да, бірақ қырғысы келіп жүрген, тек анау болмаса қырынып тұрған кісілерден болады. Яғни сондай бір сипатта болу керек, яғни бірге біріктіретін, яғни мүмкін емес екеуі екі түрлі болу, міндетті түрде бірдей болу керек қой, субханалла. Жақсылармен жүретін болса жақсы болады, жамандармен жүретін болса ол жаман болады. Сондықтан дос досына өте қатты әсер етеді. Жақсылармен дос болсаң, жақсылардан боласың, жамандармен дос болсаң, жамандықта қаласың. Былғарыны құны жоқ аяққа тігіп киесің, қап болса сол құранға ерніңе тақап сүйесің дейді. Яғни жақсылармен дос болатын болсаң, міндетті түрде сондай боласың. Яғни тері, былғары мысалы, былғарын алатын болсақ, кожа, тері бар ғой. Егер де ол аяқ киімнің терісі болатын болса, онда ол, яғни лас төменде сасып сөйтіп жүреді, дұрыс па, әрдайым. Ал егер Құранның қабы болатын болса, бір кожа ғой, екеуі, дұрыс па? Екеуі де бір кожа ғой. Құранның қабы болатын болса, не істейді? Адамдар құрметтеп, тахарат ұстамай, сүйіп, сөйтіп көтеріп, бір биікке көтеріп, сөйтіп жүреді, дұрыс па? Бір нәрсе ғой екеуі де. Мынау да кожа, мынау да кожа. Мынау аяққа байланғасын, аяқ киімнің кожасы болғасын, ол сол аяқ киім сияқты болады. Мынау Құранның қабы болғасын, ұлы сондай құрметтелген нәрсенікі болғасын, ол сондай құрметтелген болады. Сол сияқты сен де егер де айналаңның достарың бәрі құрметті сондай достармен жүретін болсаң, онда сен сондай боласың. Ал жамандармен жүретін болсаң, міндетті түрде жаман боласың. Сондықтан егер талиб бір сондай пасық біреулермен жүретін болса, ол тек міндетті түрде андай айтады, мен дағуат қыламын, жақсылыққа шақырамын. Жоқ, мүмкін емес. Яғни өтірік оның сөздің бәрі. Міндетті түрде ол сондай. Сондықтан яғни адам баласы айналасына қарау керек. Айналасында кімдермен жүр? Жақсылармен жүрсең жақсы боласың, жамандармен жүрсең жамандықта қаласың деген сияқты. Автор айтады қарай, Ар-Рағиб ал-Асфахани айтты, адамға қасындағы жолдасына мінез құлықтың жұғуы тек оның сөзі мен амалы арқылы ғана болмайды дейді. Тіпті жай ғана оған қарау арқылы да жұғып кетеді дейді. Яғни адамға жаман мінез құлық ол сөйлеумен ғана болмайды, бауырлар. Оны тек қараумен де болады. Осыған шейхіміз осыны шарықтағанда мысал келтіреді ғой. Егер адам баласы сондай телевизордан, бір интернеттен бір нәрсе қарай беретін болса, бір нәрсе қызығып қарай беретін болса, ол сондай болады дейді бара-бара. Сондайға ұқсайды дейді ол. Яғни мысалы ол әрдайым КВН қарайтын болса, прикол қарайтын болса, ол сондай болады. Прикольші, КВНші болады мысалшы. Егер де бір жамандық бір нәрсе қарайтын болса, ол жүрегі соған тартып, соған жайлап ұқсайтын кісі болады. Ешқашан жолдас болма жалқауменен, бұзылар адам топас дос таңдаумен, топастың досқа індеті тез болар-ай, құмға қойып, қызыл шоқты суытқандай дейді. Қызыл шоқты, кәдімгі қызып тұрғанда топырақ қоятын болсаң, міндетті түрде сол шоқ көп ұзармай нетіп кетеді, суып кетеді, дұрыс па? Сол сияқты яғни. Адам баласы жалқаумен, жаман кісілермен дос болатын болса, бірге араласып жүретін болса, бара-бара сондай болады. Расында біреуді дос тұтуда оның артықшылығына қаралады, бірақ пайда немесе жай ләззаты алу үшін емес дейді. Ұстаздарымыздың ұстазы Мұхаммад ал-Хадир ибн Хусейн Расаил ал-Ислах деген кітабында айтқандай, достық қарым-қатынас осы үш мақсатпен құрылады дейді. Яғни адам баласы біреумен дос болатын болса, бір қарым-қатынас, жолдас болып бірге жүретін болса, араласатын болса, үш себептің біреуі болуы мүмкін дейді. Артықшылық,
пайдакүнемдік және ләззат алу себепті. Яғни артықшылық деген соның бір артықшылығына бір қызығып, соған тырысып, әлде пайдакүнемдік, яғни бір пайдасын көреді, пайда әйтеуір бір-біріне бір пайда бар, және ләззат алу себепті дейді. Яғни рахат алу, удобно онымен жүру, қызық деген сияқты ғой. Яғни сондықтан да өзіңе ізгі досты жолдас қыл, өйткені адамдар сені досың арқылы таниды дейді. Яғни адам өзі дос арқылы кім екен білінеді. Егер достарың сенің тақуалы кісілер болатын болса, онда сен өзіңде тақуалысың. Егер достарың білімге тырысатын, білімге қызығатын кісілер болатын болса, онда сен сондайсың. Егер достарың мешіттен қалмайтын сондай кісілер болатын болса, сен сондайсың. Ал егер достарың пасықтар болатын болса, онда сен сондайсың. Тіпті сол пасықтық өзің істемесең де. Яғни мысалы бір сондай адамдар бар, өздері бөлек жүреді, пасықтар мынандай иманы әлсіз, бір сондай харамның бір нәрсе бір түрімен айналысады олар. Сол қасындағы біреу болады, сол нәрсені істемейді мысалы. Сосын бауырлар айтады, ол тәубе қылды дейді, болды, оны істемейді, тәубе қылды дейді. Бірақ солармен жүреді дейді. Жоқ, ол тәубе қылған жоқ, ол солардан әлі. Яғни адам баласы тәубе қылу үшін солардан ажырау керек. Яғни бір пасықтық бір іс бар, дұрыс па? Яғни жаман, харам іс бар. Соны істейтін бір жамағат болады, топ болады. Солармен бірге жүретін болсаң, бірге араласатын болсаң, тіпті сол пасықтықты істемесең де сен сондайсың. Мүмкін емес, яғни араларында бір нәрсе байлап тұр демек. Сондықтан, яғни егер де сен тәубе қылған болсаң, шынайы олардан ажырауың керексің. Оларды ұнатпауың керексің. Сол істер үшін оларды ұнатпайсың. Қызық емес саған қастарың, неудобно, бір жаман, бір өзіңді біртүрлі сезінесің сондай кісілердің қасында. Сондай болу керек. Егер де рахаттанып, күшті, приятно, сондай болатын болса, онда сен солардансың дейді ғой субханалла. Сондықтан айтады ғой қазақтарда, тоқ бала аш баламен ойнамайды дейді ғой. Тоқ кісі аш қалам деп ойламайды дейді, яғни. Сондықтан адам қандай, ол сондай адамдармен жүреді. Егер талиб өзі сондай қасында айналасы бәрі клиент пасықтар болатын болса, ол сондай кісі ол. Бір себеп, бір нәрсе бар, ұстап тұрған оның тек сол кінәні істеуден, сол тек қана бір нәрсе бар. Ол болмайтын болса, болды, солардан бірге болып қалады. Сондықтан яғни кіммен жүресің сен сондайсың ғой. Тіпті не айтсаң да, қалай күші дағуат қылып жатыр, мен дағуат мақсатпен ғой, мен солармен түзетуге біраз өзгерді олар деп айту мүмкін, яғни жоқ, мәселе ода емес. Просто олармен удобно. Өйткені адам өзімен бірдей кісілермен жүреді. Басқа бір ұқсамайтын кісілермен жүрмейді. Неудобно болады ма? Қызық емес. Сондықтан сен білім жолынан бәленбай жыл оқып келіп, кейін барып сондай бір төмен кісілермен жүретін болсаң, демек сен сондайсың. Тіпті Алла сақтасын, кейбір кісілерге шайтан бетіп көрсетіп қояды. Сол банағы пасық кісілердің бір мінез құлықтары болады, жақсы, керемет. Ал тақуалы кісілердің бір нәрсесі ұнамай тұрады. Яғни бүйтіп айту мүмкін. Мысалы мен осы бауырлармен жүремін, сіздер маған жүрме деп айтасыңдар, дұрыс па? Мен солармен жүремін, бірақ солармен жүргеннің өзіне субханалла, осындай күнәлар бар, бірақ қарасаң оларда мындай бар. Ал мына қазір міне осы бауырларды қарашы, өздері осындай деп, яғни шайтан сөйтіп көрсетіп қояды. Егер сондай дәрежеге солардікін бағандай дұрыс деп, мына пасық кісілердікін дұрыс, олардікі осындай, мынандай, аналарды қарашы деп, аналар деген тақуалы бауырларды, оны қарашы, оларда мынандай дейтін болса, болды, бітті шаруа сол кісінің. Егер андай дәрежеде болатын болса, альхамдулилля, бір жақсылыққа үміт бар. Енді менікі дұрыс емес, сен субханалла, Алла сақтасын, Алла кешірсін деп сөйтіп, енді субханалла әлсіз ғой деп сөйтіп жүретін болса, онда бір хайыр бар ода. Бірақ олардікін дұрыс деп сондай қылып жүретін болса, бітті, онда ол шаруасы бітті ол кісінің. Сен қандайсың? Сондай кісілермен саған удобно болады. Сен пасық болсаң, өзі жүрегінен, онда сол пасық кісілермен жүру саған удобно болады. Ал тақуалы болатын болсаң, саған тақуалармен жүру удобно болады. Сондықтан талиб қарау керек, кіммен жүрген, білім жолында да, және ертең білім алып келгеннен кейін де. Сондықтан да өзіңе ізгі досы жолдас қыл, өйткені адамдар сені досың арқылы таниды дейді. Ибн Мас'уд радиаллаху анху адамды досына қарап біліңдер дейді. Себебі ол өз сияқты адамдармен ғана дос болады дейді. Абул Фатх аль-Бусти өзіне арнап осылай өлеңде жазған: егер де сен жанға жолдас таңдасаң, асыл текті абыройлы жан болсын, төмен кісі жаман шөптей байқасаң, отынды емес, жемісті емес әрқашан. Яғни төмен кісі ол жаман шөп сияқты дейді. Отында болмайды, және бір жемісті бермейді, пайдасы жоқ. Яғни өйткені және мындай хадис келеді ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сахих муслим беретін, ал-арваху жунудун мужаннада дейді. Рухтар дейді, жандар, душалар, олар бір жиналған әскер сияқты дейді.
فَمَتَ عَرَفَ مِنْهَا تَلَفْ وَمَتَ تَنَكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفْ дейді. Егерде бір-біріне сай болатын болса, бірігеді дейді. Ал егер бір-бірінен бір нәрсе итермелейтін болса, ажырайды дейді олар. Яғни адам міндетті түрде өзіне сияқты, өзіне ұқсайтын кісілерге тартылады. Соларға қызығады. Солармен удобно болады жүруге. Бірақ бір сәйкес келмесе, олар тақуа, сен тақуалы емес болатын болсаң, әлде керісінше болатын болса, олармен жүргің келмей тұрады. Міндетті. Және субханалла, осы хадистің шархында Ибн аль-Джаузи рахимахулла бір керемет жақсы пайда айтады ғой, субханалла. Егерде адам дейді, бір тақуалы кісілерге араласуға бір нәрсе жібермей тұратын болса дейді, тақуалы, сондай бір салиқалы кісілермен дос болуға, солармен бірге араласуға бір нәрсе сені жібермей тұратын болса, онда сол ішінде бір ауру бар, соны емде дейді, міндетті түрде. Керісінше дейді. Яғни егерде сені керісінше пасық кісілерге бір нәрсе тартып тұратын болса, яғни сондай бір жамағат бар, топ бауырлар бар, 5-6-10 шақты бауыр, бір пасық жаман харам нәрсемен айналысады. Солармен қызықсаған, интересен, солармен бірге отырғың келеді, бірге шай ішкің келеді, әрдайым жиналғың келеді, сөйткің келеді, анау мынау сондай нәрсе болатын болса, демек сенде бір сондай ауру бар, соны емдеу керек. Ал егер сенде тақуалардан бір алысатын бір нәрсе болатын болса, ұнамайтын бір нәрсе болатын болса, бір солармен қызық емес, неудобно болып жатыр саған бір тақуалы бауырлармен тартпайды бір нәрсені, онда жүрегіңде бір ауру, соны емде дейді, міндетті түрде. Сондай болады. Яғни егер де жүрегіңде ауру болатын болса, онда тақуалармен жүру саған қызық емес болады. Ал егер де сенің жүрегің таза, тақуалы болатын болса, онда тақуалармен жүру саған қатты қызық болады. Солармен тез кездескің келіп тұрады, солармен бірге шай ішкің келіп тұрады. Сонда адам баласы өзіне ұқсайтын кісілермен ғана жүреді. Басқа ешкіммен қызық емес оған жүру. Ибн аль-Мани Иршад ат-Толлаб кітабында білім талап ететін кісіге мынандай өсиет айтады. Білім талап етуші ақылсыз надандармен, ар-ұятсыз жаман атағы шыққан ақымақ надандармен араласудан сақ болсын дейді. Яғни білім талап етуші осындай кісілермен араласпау керек. Ар-ұятсыз жаман атағы шыққан, яғни жаман атағы шығып, жаман іспен танымал болған сондай адамдармен, сондай кісілерден аулақ болу керек. Ақымақ надандармен араласудан сақ болсын. Өйткені олармен араласу адамның көп нәрседен айырылып бақытсыз болуына себеп болады дейді. Бұл сөз дәл Суфиян ибн Уейнің сөзі секілді дейді. Расында мен өз шәкірттерімді қасындағы ауыр жолдасы себепті ұлы пайдалы хадистен мақрұм етемін дейді. Субханалла. Суфиян ибн Уейна үлкен ғалым сәләф айтады. Расында дейді, мен өз шәкірттерімді дейді, қасындағы ауыр жолдасы себепті ұлы пайдалы хадистен мақрұм етемін дейді. Яғни бір шәкірттер болады, бір белгі кітапты оқысы келеді, мысалы үшін бір сабақты оқысы келеді, бірақ қасында бір сондай ауыр достар болады, қиын сондай адамдар болады, мінез құлықтары жаман, сондай жаман кісілер болады, ұнатпайтын сондай бір жаман кісілер болады, солармен бірге жүреді. Бірақ мына шәкірт күшті керемет шәкірт, яғни бірақ достары жаман. Сол достар себепті сабақ бермей қоямын дейді. Яғни хадисті айтпай қоямын. Не себепті? Өйткені мана қасындағы кісілер болғанын қаламайды сол сабақта. Ұлы керемет пайдалы хадисті солар естігенін қаламай тұрады. Яғни сөйтіп досына қатты жаман әсер береді, субханалла. Яғни бір сондай ұстазға баруы мүмкінсің, білім алайын деп едік сізден деп. Кімсіңдер дейді, мысалы үшін. Осындай бір пәленше бар, қасында тағы осындай бауыр бар дейді. Осындай бір бауырды айтып қалады, мысалы үшін. Ол мысалы жаман мінезді, сондай құрмет, сондай білімге ешқандай құрмет жоқ болған кісі. Ондай болатын болса, ұстаз не істейді сосын? Үзірін айтып, жайлап, бірдеме етіп, әйтеуір шаруа болып қалды, бүйтіп қалды, сөйтіп қалды деп, бір үзірін айтып, яғни сөйтіп сабақ бастамай қояды. Әлде бастап қойған сабақты тоқтатып тастауы мүмкін. Яғни мысалы үшін сабақ береді бір 10 адамға, ұстаз мысалы үшін. Ішінде бір адам бар, жаман адам, яғни мінезі қиын, сондай ауыр, сондай бір, енді оны сабақтан шығарып жіберу қиын, дұрыс па? Ұят бір түрлі. Сондықтан бүкіл сабақты тоқтатып тастайды, мысалы үшін. Сондай бір адам үшін. Бүкіл сабақты тоқтатып тастайды, бір үзірін айтып, қолым тимей тұр, анау мынау деген сияқты бір күшті керемет үзір айтып, болды, сабақ тұрып қалады. Не себеппен? Өйткені қиын адам бар. Сол адамға сабақ бергенін қаламай қалады, мысалы үшін. Сондай болуы мүмкін. Расында мен өз шәкірттерімді қасындағы ауыр жолдасы себепті ұлы пайдалы хадистен мақрұм етемін дейді. Тіпті кейбір кезде білім талап етуші қасындағы жолдасы себепті білімнен құр қалады дейді. Сол себепті білімнің киімін киіп алған болса да,
ондайлардан сақ бол дейді. Яғни сондай кісілермен жүру, сондаймен араласу сақ бол дейді. Өйткені олар сен арасында құртады, ал сен болсаң байқамай да қаласың дейді. Яғни саған сен бұзыл, сен жаман бол деп айтпайды. Бірге қасында жүргенде сен өзің байқамай қаласың. Өзің жаман, бұзылық сондай болғаныңды. Сондықтан, яғни үзін сөздің қысқасы, бұл баптың яғни мазмұны адам баласы болғандан, яғни талибул илм, білім талап етуші турасында айтып жатыр ғой бұл кітапта. Талибул илм, білім талап етуші міндетті түрде қасындағы адамдарға қарау керек, жақсы дос таңдау керек. Білім талап етіп жүргенде де және ертең оқып келгеннен кейін де қасындағы араласатын достарың тақуалы, ұлы мақсатқа асығатын, тырысатын кісілер болу керек. Осымен 12-ші бап бітті. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.